Саламатсыздар ма? Бүгін мен сіздермен жаңағы өз қолымен босаған коробкалардың сыртын матамен қаптап, қазіргі модный тілмен айтқанда органайзер жасап қойдым. Міне мен сіздерге қазір өзім жасаған мынандай босаған коробканы мынандай матамен қаптап, ішіне қол сөгулерін салатын жәшік жасадым. Сіздерге міне жақынырақ қазір көрсетейін. Міне қараңыздар. Міне мына жерге кіші жәшігімен мен мынандай қол сөгулерін салатын жәшік арнадым. А мына үлкеніне міне қараңыздар, міне матамен қаптап, және оның сыртын мынандай арқанмен көмкеріп, әдемілеп, мынандай үлкен монша сөгулеріне арналған мынандай қорапша жасадым. Ал енді міне қараңыздар, мынау магазиннен алынған, сатып алынған қорапша. Енді мен ойлаймын, менің де жасаған қорапшам одан ешқандай айырмашылығы жоқ деп, менікі де әдемі деп ойлаймын. Енді сонымен қатар аяқ киімде қорапшаларын тастамай, жаңағы шифонеріміздің тартпаларына ұсақ түйектерімізді шашылып жатпас үшін арнап соны жасап қоюға болады. Мен сіздерге қазір тартпамды көрсетейін, қалай реттеулі тұрғанын. Ол өзіміз үшін, біздің өзіміздің жұмысымызды жеңілдеткенге өте ыңғайлы, дұрыс деп есептеймін. Қазір менімен бірге аяғына шейін болыңыздар, көрсетейін. Міне қараңыздар, қазір мен тартпамды ашайын. Міне, даже менде Рафаэльдің коробкасына шейін міне. Ештеңке іздемейміз, ішінде реттеулі жатыр, міне. Іш киімдердің бәрі бүктеулі. Міне қараңыздар, мұнда майкілеріміз қайсың киеміз десек те, қараңыздар, өте ыңғайлы. Нәскелерімізді де іздемейміз. Міне қараңыздар, бөлік-бөлік тұр, бөлік-бөлік. Сондықтан ештеңке ізденбей, тартпау құпты күйінде, бәрі орын-орынмен реттеулі күйінде жатыр. Креберстегі тартпаны көрсетейін. Міне креберсте айнаның алдында тарақтарымыз, жіңішке киген. Міне коробкаға салып қойдым. Іздеп жатпаймыз. Міне қараңыздар, енді аяқ киімнің кремдері, нелері мынандай бөлік-бөлік коробкада ұқыпты күйінде бәрі жатыр. Әр нәрсенің өзінің орны болса, ешқашан шашылмайды, жұмысымыз өте жеңіл болады. Креберсте әрине, егерде кілт қоятын, кішкене кілтілініп тұратын қорапшаларыңыз болмаса, онда осының жанына тағы бір қорапшаны қойып, кілттеріңізді осының четіне іздеп қамаш үшін сала беруге болады. Менде қорапша бар. Міне мынандай стенада міне кілтілінетін қорапшам бар. Сіздерде бұл қорапшаны қолдан жасауға болады. Қолдан жасалынбайтын нәрсе жоқ, бәрін жасауға болады. Міне мен сіздермен бүгін босаған қорапшалардың сыртын қаптап, немесе қаптамай да пайдалануға болатынын көрсеттім. Әрине үлкенірек жаңағы босаған үлкен қорапшалардың сыртын әдемілеп қаптап, жаңағы сүргілер салатын, немесе басқа да заттар салатын нәрсенің өзін әдемі бір көркем нәрсеге айландырып тастауға болады. Сонымен тағы да біз әйел адамдардың асайым сөйлері өте көп болады. Солардың бәрі ұқыпты тұру үшін де мен аяқ киімнің қорапшасын міне сырты мынандай әдемілеп, бұны да мынандай жаңағы шашымызды кептіретін, шашымызды бералайтын заттарға арнап бүйтіп жасап қойдым. Енді осының ішіне салынған нәрсе әр жерде жатпайды, іздемейміз, айнаның алдында тұра береді. Міне қараңыздар, қандай әдемі. Кез келген затты осылай жасауымызға болады. Енді мен өзі соншалықтағы бір шебер адам емеспін. Енді пенсияда отырғаннан кейін қазір қолымыздан уақыт өткізіп, ақындап пайдалы заттар жасай берейік деп үйреніп жатқан
түрім бар. Енді қазір не көп, осындай қол өнеріне мастер-класс өткізіп жатқан YouTube'де өте көп сабақтар бар. Соған қарап отырып, ақырындап қаптадым. Енді әрине менікі өте керемет бір сіздерге көрсететіндей нәрсе емес шығар, бірақ мен өзімнің бөлісіп жатқаным, бізге ыңғайлы деп жатқаным, жұмысымыз жеңілдеткенге, әрбір нәрсені орында тұрғанына. Жаңа тартпаның ішіне мен ұсақ түйек заттарды салғаннан бері мен көз алдымда тұрады. Бірінің артына бүктеулі тұрса, оны шашасың керек дейсің, астынан қарайсың. Мұнда бәрі ыңғайлы, әдемі күйінде тұр. Сондықтан енді сіздерде жазыңыздар, бөлісіңіздер, қалай жаңағы тартпаларыңыздың ішін ретке келтіріп жатқандарыңызды. Мүмкін бұдан да жеңіл түрі бар шығар, тәжірибелеріңіз басқаша болуы мүмкін, ыңғайлы болуы мүмкін. Сондықтан бөлісіңіздер, жазыңыздар.